Қазіргі таңда мен Динара ханымның бірінші деңгей сабағынан өтіп, екінші деңгейде оқып жатқан білім алушымын. Саналы ғұмырында талай ғұламалар өмірдің мәні не деген сұраққа жауап іздеп шарқ ұрған. Осы сабаққа дейін мен өмірдің мәнін жоғалтқандай күйде едім. Ұйықтау керек болған соң жатамын, тамақ ішу керек болған соң ішемін, жұмысқа бару керек болған соң жұмыстамын. Былайша айтқанда автономды режимде, жүректе тыныштық жоқ, уайым, қобалжу, алысу, арпалысу, қорқыныш сезімдерімен өмір сүрдім. Сабаққа келгелі, кез келген нәрсенің мәңгілік емес екенін, еш нәрсеге жабыспай, мойындап, қабылдап, босатуды үйрендім. Ешқандай оқиға мәңгілік емес, ол жағдай болды, белгілі бір сезім сүрдім, және ол аяқталды. Ал біз сол оқиға арқылы сүрген сезімді әрбір жасушамызда босатпай сақтап, сол сезіммен өмір сүреміз. Өмірдің заңдылығы сол: туады, өмір сүреді, өледі, қайта жаңғырады. Ал біз осы заңдылыққа қарсы тұрып, барлық нәрсеге жабысып босатпай, бақытты сыртқы дүниеге байлап өмір сүреміз. Жүректегі шын бақытты сезіне алмай, оның орнын байлықпен, баламен, ермен, әйелмен, ақшамен, саяхатпен, жұмыспен толтыруға тырысамыз. Адамзатқа берілген байлықтың 90% біздің ішкі жан дүниемізде. Қалған 10% байлық материалдық дүниеде. Біз сол тегін берілген 90% байлықты елемей, болмашы 10% байлыққа байлануымыз қандай өкінішті. Нағыз бақыт адамның ішкі жан дүниесінде. Оны сезіне алу керек және сүре білу керек. Осындай терең білімге жетелеген ұстазым Динара ханымға шексіз алғысымды білдіремін және сіздерді де нағыз біліммен сусындауға шақырамын.